Ассалаумағалейкум, тікелей эфирде сұхбаттайын. Студия телефоны 30-34-50, ал бүгінгі хабарымыздың тақырыбы Маңғыстау облысының ауыл шаруашылығы саласын дамыту төңірегінде болады. Студия қонағы Серік Бершбаев, Маңғыстау облысы ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы. Қош келдіңіз. Енді бірінші сұрақ, жақында ғана үкімет басшысының орынбасары, ауыл шаруашылығы министрі Мырзахметов Асқар Исабекұлының Маңғыстау облысына жасаған жұмыс сапары барысында шикізат өнімінен бөлек өңірде ауыл шаруашылығы саласында қарқынды дамиды деген сенім білдірді. Жалпы қазір қай салаларда көш бастау мүмкіндігі бар? Саламатсыздар ма, құрметті телекөрермендер. Енді біздің облыс негізі шөлейтті аймақта орналасқанмен ауыл шаруашылығын дамытуға мүмкіндік бар. Ол жөнінде біраз жұмыстар жасалып жатыр, жасалады да болашақта. Енді жаңағы айтқанымыз осы шөлейтті аймақтарға орналасқанмен мал өсіруге, егін өсіруге мүмкіндік бар екені соңғы кездерде дәлелденіп те келе жатыр. Қазір облыс бойынша 513 мыңнан аса уақ мал және 80 мыңдай жылқы, 62 мың бас түйе және 20 мыңдай сиыр малы бар. Ресми түрде. Енді одан көпте жаңа айтып жатырмыз. Енді біздің өңір негізгі өзінің түйе шаруашылығы осы бізде 40% түйе республикада біздің Маңғыстау өңірінде. Жаңа айтылған 62 мың бас түйе бар деп отырмын. Бірақ енді негізгі біз қазір есепте жоқ, әлде өзіміздің есебіміз бойынша 80 мыңдай түйе бар біз облыс аймағында. Енді ауыл шаруашылығын өркендетуге мүмкіндіктер көп. Қазір үкімет басы, еліміздің елбасы президентіміз айтып жатқан, осы ауыл шаруашылығын экономикамыздың драйверіне айналдыруымыз қажет деген осы жолдауы өте дұрыс айтылған. Және міне енді осы неге байланысты жаңа өзіңіз қойып жатсыз. Кеше ғана осы өңірімізге премьер-министрдің орынбасары, ауыл шаруашылық министрі Асқар Исабекұлы келіп, осы шаруалармен осы облыстың барлық мынау ауыл жеке көрді, көзімен танысты. Көріп, танысып, осы өңірге тағы бір өзінің енді мынау жаңағы шөлейтті аймақ келіп, мұнайшылар орналасқан, бұл жерде көп жаңағы ауыл шаруашылық саласы дамымай жатыр ма деген нұсқаны тағы да дәлелдеп берді. Ол осы салаға ден қойып, осыны өркендетуге болатын көзіміз жетіп те жатыр. Соңғы кезде енді жекелеген азаматтар қазір үй шаруашылығында осы шаруамен айналысып жатқан азаматтар қазір көбейіп жатыр. Түсінікті, рахмет. Енді кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында Маңғыстау облысында ауыл шаруашылығы саласы ақсап тұр дейді. Бұл пікірмен келісесіз бе? Ол енді келісемін, себебі соңғы мезгілде осы ауыл шаруашылығына байланысты анау 90-шы жылдардан кейінгі тоқырау жылдар деп айтамыз ғой, сол жылдардан кейінгі жылдары осы ауыл шаруашылығы саласына көп мән берілмей қалды. Себебі осы өңірге осы мұнайымыз бар, ауыл шаруашылық өнімдерін немесе тамақ өнімдерін сатып алсақ та келеміз деген пікір қалыптасты көп елдің ішінде. Сондықтан осы салаға көп мән берілмей қалды. Мамандар кетіп қалды, оқылмай қалды деген сияқты. Осы қазір өзі осы салаға соның сол кездегі ақсаудың несі осы қазірге дейін тиіп отыр. Енді соңғы 3-4 жылда енді қазір әркім өзі ауыл шаруашылығы деген бүкіл адамның жеп отырған тамағы ғой. Сондықтан осыған байланысты ауыл шаруашылығына да, мынау егін шаруашылығымен де айналысып жатқан азаматтар көптеп көбейіп жатыр күннен күнге. Яғни шикізат өнімдеріне, яғни мұнай мен газға қатты сеніп кеткен ғой. Бұрын қатты сеніп кетіп дамымай қалса, қазір енді соңғы мезгілде оның факторымен айтуға болады. Түсінікті. Енді ынталы азаматтардың бар екендігі қуантады, әрине. Кәсіпкерлік дамыту ол елбасының жергілікті атқарушы органдарының алдына қойған тапсырмасының бірі. Түсінікті. Енді білуімше 80% азық-түлік әлде бізге сырттан келеді. Қашанғы бұлай жалғаса береді? Қашан біз өзіміз облысымызды толықтай азық-түлікпен қамтамасыз ете аламыз? Енді мына соңғы кезде мына жаңа облыстың басшысы Ералы Ұлықпанұлы келгеннен бері осы салаға, ауыл шаруашылық саласына ден қойыла бастады десек
ол өтірік айтқанымыз емес. Енді ол кісі қазір енді мына барлық сала бойынша өзі көзімен көріп, көмек ауылдарды аралап, енді осы көмек қолын жеткізіп, кейбір шешілмей жатқан мәселелерге өзі ден қойып, осы саланы дамыту жөнінде нақты тапсырмалар беріп жатыр. Соның басы да көрініп жатыр. Мысалы айтсақ, егін шаруашылығы жөнінде қазір мысалы аудандар бұрынғыдай емес, қазір егін көлемін бұрын мысалы 90-шы жылдар, 2000-шы жылдар бізде де тек қана 40 гектарға өнім алсақ, өсімдіктер, көкөністерден қазір 1100 гектарға дейін осы өнім алып отырмыз. Енді бұның бұл жалпы жақсы көрсеткіш. Жақсы көрсеткіш. Одан әрде біз нақты жоспарлар жасаудамыз қазір. Мысалы, ет өнімін келесі жылға мысалы біздің қазір есеп бойынша, нақты есеп бойынша 56%-ке дейін жеткізу халықпен қамтылуы. Яғни мүмкіндік бар. Мүмкіндік бар. Оның енді қазір барлық есептері шығарылуда. Енді мысалы жаңа айтып жатқаным, ет өнімді 59%-ке, сүт өнімін 32%-ке, жұмыртқа қазір 2,9%-ке, көкөніс өнімі 17%-ке дейін өсіреміз деген жоспарымыз бар. Енді ол бұрынғыдан 5-6%-ке артық. Оның негізгі себептері, мысалы жаңа негізгі нелері жаңа айтып кеткендей, осымыздың өзің аймағында тиісті мысалы құс өндіру жөнінде фабрикалар солы басталып кетті, құс фабрикасы. Сосын көкөніс өндіруде жаңа жылыжайларды көбейту. Бұрынғы кезде мысалы жылыжай тек қана бір 12 жылыжай болса, биылғы жылы 27 жылыжай жұмыс жасайды. Бірақ енді шын айтқанда оның өзі аздық етеді оған. Оның өзі аздық етеді. Енді қазір көбейту бағытында әр ауданмен нақтылай жоспарлау жасалып жатыр. Енді аграрлық зоналар қалыптасып жатыр енді. Мысалы біз қаланың қасында. Яғни кәсіпкерлікті дамытуға да мүмкіндіктер бар. Мүмкіндіктер бар. Түсінікті. Серік Берішбайұлы, енді мына облыс әкімінің қатысуымен өткен аппарат жиынында бірқатар нақты тапсырмалар жүктелген сізге. Соның бірі мына жеміс-жидек және көкөніс өнімдерін өсіру бойынша ұсыныс енгізу. Сіздің тарапыңыздан нақты қандай ұсыныс енгізілді? Енді біздің тарапымыздан ұсыныс енгізіп жатқан ұсыныс ең бірінші біз көкөніс өндіру жөнінде, жаңа өзіңіз сұрағыңызға байланысты көкөніс өндіру жөнінде біз енді жылыжайларды көбейтуіміз керек. Әр ауданда, кеше осы 2-3 ауданда аралап келдім. Енді мысалы қазір енді жылыжайды қойып бастаған азаматтар, енді бұрын үкіметтен жылыжай алатын болса, енді өзіміздің табиғатымызға ыңғайлап жылыжай салып басталып жатыр. 3-4 жерде, мынау енді Қарағай ауданында, Маңғыстау ауданынан көріп келдім, кеше Бейнеуде де бір жылыжай салып жатыр. Әркім өз күшімен салып жатқан, анау егер сатып алынса ол көп ақшаға түсетін болғасын, және табиғатымызға желге де ыңғайлап өздері жылыжай салып жатқан азаматтар бар. Оның бірінші өнімдерінде алып жатыр. Ол өте жақсы деп нетіп жатыр. Даже бізде болмаған жағдай, бұрын тіпті мына капуста өнімін де егіп, соның өнім алып жатқан азаматтарды көріп қуанарлық жағдай. Иә, расында да. Енді тағы бір мәселе, Сенек жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде базасында қой және түйе жүндерін өңдеу мен сату бойынша ұсыныс енгізу туралы тапсырма жүктелген. Ол қалай болып жатыр? Енді оған байланысты енді бәрі нарыққа өте өзекті мәселе. Өзекті мәселе ғой енді. Оған бәрі нарыққа байланысты ғой енді. Қазір нарыққа байланысты ол Сенек ауыл шаруашылығы серіктестігі мысалы түйе жүнін, қой жүнін өзіне сатып алып, оны өңдейтін өзінің несі бар, цехы жаңағы жуатын. Оған бірақ енді өнімге тапсырыс қазір басқа жерден басқа нелер келеді, жаңағы өнім алушылар түйе жүнін өздері алып кетеді. Мысалы таушық серіктестігінде түйе бар, ол өзіне көрпе төсек жасап өзі сатқан пайдалы көреді. Сондықтан ол енді үлкен жаңағыдай үлкен не емес, қазір толыққанды жүріп тұр деп айта алмаймыз. Қазір нарықтың несіне байланысты. Жалпы бұл салада проблема бар. Проблема бар, мойындаймыз. Түсінікті. Серік Берішбайұлы, енді мұнда әлеуметтік желі арқылы бір сұрақ келіп тұр. Ассалаумағалейкум дейді. Енді аты жөнін жазбаған. Ауыл шаруашылығын көркейту мәселесіне көңіл бөлсеңіз дейді. Тиген елді мекені бар дейді. Тиген елді мекенде
айналасы жер асты су, фонтан мол ағып жатыр дейді. Сол фонтанға егін шаруашылығын көбейтпеске неге дейді. Сол тиген елді мекеніне үкімет неге көңіл бөлмеске дейді. Енді таныссыз ба? Өте дұрыс сұрақ. Қазір тиген екенде бұрынғы кезде енді Маңғыстау ауданының территориясында бұрынғы кезгелде о жерге баяғы советтік заманда деп айтамыз, егін салып үлкен шаруашылық болған. Одан кейін бәрі жабылып, қазір енді тек скважиндардың өзінен, 7 скважиннен су көздері шығып жатыр деп естеймін. Ол жерде жер асты. Қазір азаматтар бар, оған келіп жүрген, сол жерге біз жем-шөп дайындайтын үлкен база жасайық деп ұсыныс бар. Біз енді қазір яғни қойма. Қойма емес, сол жерден жоңышқа егеміз, тағы басқа өсімдіктердің түрлерін егеміз, мал бордақылау жасаймыз деген. Демек, яғни ұсыныспен шығып жатқан азаматтар бар. Біз аудан әкімімен келісіп, болашақта сол жерде үлкен не ұйымдастырамыз деп ойлап отырмыз. Ол азаматтың сұрағы өте орынды, және онымен мән беріп, сол жермен айналысатын боламыз. Ол бұрынғы өте дұрыс сұрақ. Сізге сәттілік. Енді апта сайын жәрмеңке өткізілетінін білеміз. Ал енді көрме өткізіле ме ауыл шаруашылығы саласымен? Ауыл шаруашылығы көрмесі мынау енді бізде жәрмеңке өткізіледі. Көрмеге енді осы өткізіледі. Мұнайлы ауданында 2 рет өткізілген. Мен жақында келіп жатырмын ғой, көрме жөнінде. Мынау не бойынша осы жеке кәсіпкерлер мынау құрық поселкесінің құрық асарти консервілеу цехы бар екен, Бекбаба Гүлжамал деген азамат. Сосын Таушықта Сенек және міне Каспий Берекет акционерлік жекеменшік несінде Ақтау сүт өнімдерін және нан өнімдерін өндіретін кәсіпорындар өткізген екен осы бойынша. Яғни өткізем деген ниетті азаматтар болса, сіздің тарапыңызда қолдау болады? Қолдау болады. Жақында кәсіпкерлік палатасында да көрме өткізді. Түсінікті. Енді мына еліміздің басқа облыстарына ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдау, яғни сату бойынша немесе біздің жалпы өнімдер экспортқа шығып жатқаны бар ма? Бізге сұраныс жалпы бар ма? Басқа облыстарда қандай? Бізде ең жалғыз өндіретін нәрсеміз ұн. Ұнды біз басқа республикасы, мысалы былтырғы жылы 2010-2040 тонна осы бидай, бірінші сұрты бидайын Ауғанстан мемлекетіне 2017 жылы бірінші жартысында тек 1700 тонна экспортталған. Яғни ол Бейнеудегі терминалға сіз айтып отырсыз. Тәжікстанға 1360 тонна, Өзбекстанға 136 тонна және Қырғызстанға 80 тонна оның бірінші оны шығарған. Бір кездері айтылып еді, жалпы мына түйе етін, жылқы етін экспортқа шығаруға мүмкіндік бар деп. Ол жағы қалай болып жатыр? Енді бізге өзін бірінші экспортқа шығармай, осы біз өзімізді бұрынғы кезде қазіргі жаңа айтып жатырмыз ғой, жақсы шаруалар көп деп. Облыс әкімінің қолдауымен мынау енді қазіргі біздің жергілікті товар өндірушілерді айтамыз ғой, енді өнім өндірушілер. Енді мынау Маңғыстау мұнай-газ, Өзен мұнай-газ мекемелеріне қазір жергілікті өнімдер. Бұрынғы түйе етін алмайтын еді ғой, қазір облыс әкімінің қолдауымен түйе етін. Яғни келісім-шарт бар. Келісім-шарт жасалып, даже тек қана ет өнімдері емес. Сүт өнімдері басқа да? Сүт өнімдері, шұбатты мысалы. Сондай-ақ көкөніс өнімдерінің өзін олар қазір біздің бірінші кезекте яғни жергілікті өндірушілерден алу керек. Ол үлкен көмек деп білемін. Бұрын ондай жоқ еді ғой. Яғни кәсіпкерлерге бұл жақсы мүмкіндік. Жақсы мүмкіндік. Түсінікті. Енді тағы бір мәселе, мына аграрлық секторда облыс экономикасының дамуының негізгі драйверіне айналдыру мүмкін бе қазір? Мүмкін. Жаңа айтқаным осы ғой, енді аграрлық секторда облыс экономикасының драйверіне айналдыруымыз керек. Жаңа мысалы айтып жатырмын, тек ет өндірісіне 58%, жаңағы не өндірісінен 32% деп жатырмын. Өнім өндірілердің, сүт өндіруден. Енді сүттің основной бізге өндіретін жаңағы түйе сүті ғой. Түсінікті. Сондықтан біз оны қазір әртүрлі, енді қазір істеліп нақты көрсеткіші болмасын айтып жатқан жоқпыз, бірақ енді біз қазір мынау Сұлтан жекеменшік серіктестігі деген бар. Ағарған серіктестігі мынау Түпқараған ауданында ол жасап жатқан жұмыстары көп. Қазір ол сүт өндіру жөнінде үлкен заводты салып қойды. Енді халықтан сүтті жинап, оны
порошок кылында кабылдайтын орын керек. порошок кылында жасаймыз дейді бір шаруашылық. Біреуі соны қатырып арқылы әртүрлі басқа шетелге жібереміз дейді. Екінші сондай технологияларды құрастырып, осы біріншісі мына ағарған жеке шаруашылық қожалығы осы 1-2 айдан кейін жұмысы бастағалы отыр. Кеше көріп келдік. Өте халықтан сондай өнімдерін жинаса, ол енді елге үлкен көмегі тиереді деп ойлаймыз. Түсінікті. Енді мына шаруа қожалықтарын қолжетімді несиемен қамтамасыз ету мәселесі қалай? Жалпы несие алуға мүдделі кәсіпкерлер саны қалай, өзі көп па әлде аз ба? Көп, қазір енді көбейіп жатыр күннен күнге. Біз мына ауыл шаруашылық нақты қай жерлерден олар алып жатқандар бар ма? Ауыл шаруашылық қолдау қоры бар осы жерде. Олар 6% жеңілдікпен ауыл шаруашылық нелерін қолдауға шаруа қожалықтарын дамытуға беріледі. Одан бөлек біздің агросервис арқылы алып жатқан техника алады, мысалы жаңағы сүт цехтарының оборудованиялары, яғни лизингке алады. Мысалы 7 жылға 6 жылға осындай азаматтар көп алады да, және алып жатыр да қазірде. Құрметті телекөрермендер, тағы бір айта кету керек. Мына Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бар Маңғыстау облысында, соның сол жерде де жалпы шағын несие беріледі 4%-мен. Енді қаперлеріңізге біліп жүргендеріңіз жақсы. Дұрыс, жалпы негізі кәсіпкерлердің қызығушылығы жоғары дейсіз ғой, несие алуға. Ең тағы бір айтып кететін мәселе, осы кеше жаңа айтып жатырмыз, ауыл шаруашылық министрі келгенде біздің облыс әкімінің өзі бастап, осы мысалы біздің өңірде ең бірінші түйе шаруашылығын дамыту жөнінде үлкен мәселе қойды. Ол енді баяғыдан бері халықтың көкейінде жүрген мәселе. Біз басқа не жөнінде үлкен программалар бар. Қазір сондықтан біз енді түйе шаруашылық жөнінде ауыл шаруашылық министрінде өзі бөлек бір бағдарлама дайындалып жатыр. Оны Құдай қаласа жүзеге асады. Түсінікті. Рахмет. Серік Бешбайұлы, енді көрерменіміз бар екен, тыңдап көрсек. Тыңдап тұрыңыз, сұрағыңыз қоя беріңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Мен Жыңғылды ауылының тұрғынымын. Аты жөнім Шайдиев Кенжеғали Нұрғанұлы. Мен дұрыс қазір эфирдемін ғой? Иә, қоя беріңіз. Осы жақында жұбайым бизнесті қолдау шетте ауданында бизнесті қолдау мектебінен өткен, бір ай оқыды. Соның ішінде мал бордақылау жөнінде оқыған. Бірақ кеше осы мына ауыл шаруашылығын мына кәсіпкерлерді қолдау палатасына келіп, жаңа өзінің жобасын тапсырғанда жаңағы мал бордақылау дейтін жоқ. Ондай бизнес болмайды, ол алып сатарлық несі деп өткізбейді стат. Сонысына жауап бере аласыз ба қазір? Енді комиссия қараған кәсіпкерлер палатасы дейді. Енді кәсіпкерлер палатасымен сіз енді тығыз байланысты жұмыс жасаймыз. Бұл осы көрерменнің мәселесін назарға алсаңыз, және де осы мәселе назарға алып қарайтын боламыз осы. Бірақ жалпы сіз хабардарсыз ба? Хабардармыз. Енді ол жөнінде қазір енді жаңа айтып жатырмын, үкіметтің бұрынғы республикалық бюджеттен көптеген берілетін субсидиялар, жаңа айтып жатырмын. Мысалы, асыл тұқымға тағы көптеген бағдарламалар бар. Олардың бәрін биылдан бастап жергілікті бюджетке өткізген. Жергілікті бюджетке өткізген, енді тиісті құжаттары қазір осы әлі осы жалғасып келе жатыр екен. Енді мамандар болмауына байланысты шығар, біраз кідіріс болып қалған. Кеше ғана комиссияда қарадық, енді тиісті мына ақпарат құралдарда шығады, одан кейін осы бір ай мерзімнің ішіне дейін бітеді деп ойлап отырмыз. Содан кейін барып осы жаңағыдай субсидия мәселесі содан кейін барып қаралатын болады. Түсінікті. Енді мына сыбаға, алтын асық, құлан, тағы да басқа бірқатар мемлекеттік бағдарламалар бар, жеңілдетілген. Сол бағдарламалардың қайсысы біздің өңірде енгізілмей қалған? Сол айтып жатқанымыз жаңаға байланысты, бізге байланысты, түйеге байланысты жаңа өзімізге бағдарлама ашу жөнінде енгіздік. Ұсыныс бар. Ауыл шаруашылық министрлігінен толықтай қолдау тапты. Және осы бағыт бойынша қазір жұмыс жасап жатыр. Осы бағыт бойынша бөлік осындай бағдарлама болады. Енді мына облыста 36 асыл тұқымды мал шаруашылық субъектісі тіркелген екен. Бұл аз ба, көп пе? Қысқаша жауап берсеңіз, енді эфирдің аяқталуына азғантай уақыт қалды. Асыл тұқымды шаруашылық деген өзі статус алу деген ол енді бұрынғы кезде қиын болатын. Қазір енді бәрін жеңілдетілген кейде жасаған.
бірақ енді осы келгеннен бері қарап жатырмыз, тек жалғыз сенек шаруашылығынан басқа асылдық шаруашылықтардың құжаттарының бәрі қарап отырмыз, толық деңгейде емес. Бұрынғы кезде олардың барлығы қаралатын, содан кейін барып оның тиісті нормативтері болатын. Қазір оны бақылау жеңілдеп кеткендіктен осы бағытта жұмыстар толыққанды жүріп жатыр деп айта алмаймын. Бұны қайта қарайтын боламыз, және асылдықтың статусын алып алып, ондай неге жатуға болмайды. Қазір үкіметтің ақшасы деген ол тегіннен тегін емес, ар жағында бәріне бақылау болатын, сұрау болатын ақша. Сондықтан осы мәселе біз тектен тек ақша бере бермейміз енді болашақта. Әлде де жұмыстанамыз. Жұмыстанамыз, осыған жалпы бақылауда болатын қатты мән береміз. Түсінікті. Серік Бешбайұлы, енді бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Сізге көп рахмет. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Құрметті телекөрермендер, осымен сұхбат тайм хабарын кезек санын аяқтаймыз. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.